Баршаларыңызға сәлем. Бүгін біздің сіздермен қарайтын мемлекетіміз ол Қарахан мемлекеті. Енді Қарахандар кімдердің орнына келіп еді? Қарлықтардың орнына келіп еді. Қарлықтар қашан өмір сүріп еді? 756-940-та. Яғни қарлықтарды біз не дедік? Қашқардың түрік билеушілері келіп басып алды дедік, иә. Осы басып алғаннан кейін 942 жылы жалпы Қарахандар үлкен бір Қарахан мемлекетін құрады екен. Қарахан дәуірі деп те осы кезеңдерді айтады. 942-1212 жылдар аралығы. Енді жалпы қарахандықтардың өмір сүрген аумағы Жетісу мен Шығыс Түркістан аумағында өмір сүрді екен. Ең бірінші жалпы Қарахан мемлекетінің ең алғашқы ханы ол Саттық Бұғра хан 915 және 955 жылдар аралығында өмір сүрген екен. Ал Қарахан мемлекетінің алғашқы ханы болғандықтан, жалпы Қарахан мемлекеті 942 жылы пайда болғандықтан, осы 942-ден 955 жылға дейінгі аралықта Саттық Бұғра хан негізінен осылай билік еткен екен. Саттық Бұғра ханнан кейінгі Қарахан мемлекетінің ханы ол Мұса хан. Мұса хан билікке 955 жылы келеді, 998 жылға дейінгі аралықта отырады. Мұса хан тұсында негізінен өте Қарахан мемлекеті толықтай бір дамыған мемлекеттердің бірі болған. Жалпы Қарахан мемлекетінің билеушілері Саттық Бұғра хан, Мұса, Хасан Бұғра және де Әли Арслан деп беріледі. Саттық Бұғра хан кезінде орталығы Баласағұн қаласы болса, жалпы Мұса хан кезіндегі ерекшеліктердің бірі 960 жылы біздегі ислам дінінің пайда болуы, яғни ислам дінінің таралуы 10 ғасырдың 60 жылдары деп келеді. Яғни ислам діні мемлекеттік дін болып қаралуы екен. Жалпы енді Қарахандар туралы айтайық. Қазір тағы да Мұса хан туралы келетін боламыз. Орталығын Баласағұн қаласы дедік. Билеушілері бұл жерде Қағаннан кейін оның жалпы Қағанның өзінің ақылдасып отыратын адамдары уәзірлер болады екен. Ал жалпы билік Жікіл және Яғма деген тайпаларында бөлінді. Яғни Жікіл Яғма тайпаларында ол Қарахан мемлекетінің құрамындағы тайпаларда билік болған екен. Және де Қағанның өз туыстарына жерді тарту етіп беруі иқта деп аталады. Оны иеленушілер, яғни сол жерді алған туған туыстары иқтадар деп аталады. Жалпы иқта деген сөздің мағынасы бізде жер деген ұғымды білдіреді екен. Жер деген ұғымды иқта деген сөз білдіреді екен. Енді жаңа айттық, ең алғашқы билеушісі кім дедік? Саттық Бұғра хан дедік. Одан кейін Мұса хан келді дедік. 955 жылы билікке келген кезде ислам дінін мемлекеттік дін деп жариялады дедік, иә. Бұл Мұса хан тұсында жалпы Мұса хан өзінің жаңағы ислам дінін тарату мақсатында жорықтар жасайды. Жорықтар. Бұл мақсаты не? Ислам дінін тарату. Ислам дінін тарату. Енді бұл Мұса ханның ислам дінін тарату мақсатында жасаған жорықтары Таскира ибн Бұғра хан. Таскира ибн Бұғра хан деген шығармада осы Мұса ханның ислам дінін тарату мақсатында жасалған жорықтары туралы жазылған екен. Және де соңғы Насыр хан тұсында Қарахан мемлекеті екіге бөлінеді. Батыс хандық және де шығыс хандық болып. Шығыс хандықтың алып жатқан аумағы ол Жетісу жері, батыс хандықтың алып жатқан аумағы ол Мәуереннахр жері екен. Шығыс хандықтың орталығы Баласағұн қаласы болса, кейіннен ол Қашқар қаласына ауысқан екен. Ал батыс хандықтың орталығы Үскент болатын болса, кейіннен ол Самарқанд қаласына ауысқан екен. Яғни батыс хандықтың астаналары Үскент және де Самарқанд қалалары. Енді жалпы бұл Қарахан мемлекеті тек қана Қарахан мемлекеті деп қана емес, Қарахан дәуірі деп те аталады. Дәуірі деп. Себебі біздің тарихымыздағы ең бір өте үлкен өзінің ізін қалдырып кеткен дәуір Қарахан дәуірі. Бұған байланысты мысалы біздің Қожа Ахмет Яссауиіміз, Махмұд Қашқариімізді айтамыз. Тіпті Әбу Насыр әл-Фарабидің еңбектері мысалы көптеген ғұламалардың барлығы осы Қарахан дәуірінде өмір сүрген екен. Және де Қарахан дәуірінде ең бірінші жалпы ғұламалардың көптеп шығуы, сонымен қатар сәулет өнерінің дамуы да осы Қарахан дәуіріне тиесілі екен. Сіздер Айша бибі
Айша биби және де Карахан кесенелері туралы білесіздер ме? Осы кесенелер туралы историяны естіп көргенсіздер ме? Бұлар Тараз қаласында. Яғни бұлардың салынған дәуірі олар Қарахан дәуіріне тиесілі. Жалпы Айша биби мен Қарахан кесенелері Қарахан дәуіріне тиесілі кесенелер Тараз қаласында орналасқан. Жалпы негізінде история бойынша айтады, Айша биби мен Қарахан бір-бірін қатты жақсы көрген екен, және де екеуі ата-аналары рұқсат бермеген екен, тығылып үйленуге бара жатады. Сол кезде бір көлді көреді, Айша биби сол көлге барып жуынғысы келеді. Ал жуынайын деген кезде, білесіздер, ол кезде сәукеле киген, қыз балалар. Сәукелесіне жылан барып кіріп алады да, киім киіп жатқан кезде сол жыланды байқамай, сол жылан Айша бибіні шағады екен. Жаңағы өте улы болғаннан кейін Қарахан оны көтеріп апарып мешітке алып барады. Сол жерде некелерін қидырып болғаннан кейін Айша биби көз жұмады екен. Қарахан оның құрметіне Айша бибіге арнап Тараз қаласынан кесене тұрғызады екен. Яғни бұл Қарахан дәуіріндегі. Сонымен қатар Қарахан дәуіріндегі даңқы шыққан ақын ол Ахмет Үйгеніке. Яғни жаңа айттық қой, сәулет өнері жақсы дамыған дедік, сонымен қатар ғұламалар көптеп шықты дедік. Бұл да бір соның дәлелі ретінде қарастыруға болады екен. Және де 1141 жылы Катуан шайқасы. Бұл Катуан шайқасы қарахандықтар мен салжұқтардың бірігіп қарақытайларға қарсы шайқас екен. Яғни бұл кезде сонымен қатар не только қарахандықтар, қарақытайлар да өмір сүріп жатқан мерзім. Бірақ бұл Катуан шайқасының нәтижесінде негізінен қарахандықтар жеңіліске ұшырап, қарақытайлықтар жеңген екен. Енді жалпы қарақытайлықтар жеңгеннен кейін Мәуереннахр мен Бұхара қаласын толықтай жаулап алады. Және де Қарахан мемлекетінде біз жаңа айттық қой, шығыс және де батыс болып бөлінеді дедік. Хорезм шахы Мұхаммед 1212 жылы Қарахандарды толықтай жаулап алады екен. Және де шығыстағы хандығын Найман ханы күшлік жаулап алды. Яғни Қарахандардың жалпы тарихтан осы Наймандардың және де Хорезмдардың арқасында тарих сахнасынан толықтай жойылады екен. Сонымен қатар үшінші әсер еткен нәрсе олар бізде моңғолдарда бар. Сол кезеңдерде қайта келіп жатқан, дамып көтеріліп жатқан моңғолдар.